Бізде Қарағанды жақта, кажется, Қарағанды жақта тюрьма была, соғыс кезінде собирали пленников и убивали жестко. Один психолог СССР кезінде сол жақтағы қиналып өлтірген адамдар бар ғой, солармен өлім алдында он проводил прям реально беседы с ними. Олардың көз алдында, прикиньте, адамдарды қинап өлтіріп жатыр. Сол кезде анау психолог 100-ге жуық адаммен, короче, проводил общение. Вот ты завтра умрешь. Не нәрсеге өкінесің деп ше. Не нәрсеге өкінесің деген кезде ол адамдардың почти барлығы оларда өкініш болған, жасап қойған қателіктеріне емес, мен мына нәрсені қателестім деп емес, нені істей алмадым, қандай қарымталарды қайтара алмай қалдым, бере алмай қалдым, сол үшін өкінген. Сосын ол мақала, үлкен мақала болып шығаттаған, потом это уходит в Америку, и Америкада дальше исследуется клиническая смерть. И клиническая смертьқа шыққан адамдардың